Медитацияның бұл бөлімінің міндеті қазіргі сәттегі барлық мүмкін болатын жанды нүктені табу. Мұны істеу үшін сіз өзіңіздің өз болмысыңыздан бас тартып, денеңізден, қоршаған ортаңыздан және уақытыңыздан алшақтауыңыз керек. Өйткені сіз бейтаныс әлемде неғұрлым ұзақ тұрсаңыз, соғұрлым оны өзіңізге тартасыз. Теңдестірілген және үйлесімді күйге жеткенде, сіз өзіңізді қазіргі уақытта сезінесіз. Егер сіз адамдар туралы, әртүрлі мәселелер мен оқиғалар, өткен және болашақ туралы, салмағыңыз, ауырсынуыңыз, аштық сезімі, тіпті осы медитация қанша уақытқа созылатыны туралы медитация кезінде өзіңізді алаңдатып отырғаныңызды байқасаңыз, онда бұл ойларды жайбарақат қабылдап, содан кейін санаңыздағы мүмкіндіктің кванттық бос орнына қайта оралыңыз. Және тағы да осы бейтаныс әлемге ешкімде болмай беріңіз. Медитацияның бұл екінші кезеңі шамамен 15-20 минутқа созылуы қажет. Өзіңді өзің жаңадан құрау. Медитацияның екінші бөлімі. Мұрынмен терең дем алып, ауызбен шығарыңыз. Тағы да терең дем алып, дем шығарыңыз. Енді тәнсіз болудың уақыты келді. Ешкіммен, ештеңеден, ешқайда уақыттан тыс болу, таза санамен болу, шексіз әрекеттер өрісінде санада болу, өз күш-қуатыңызды мүмкіндікке жұмсаңыз. Және сіз бейтаныс әлемде қаншалықты ұзақ болсаңыз, соншалықты сол бейтаныс әлемді өзіңізге тартасыз. Жай ғана шексіздік тұңғиығында тәнсіз өз санаңызбен болыңыз. Назарыңызды ештеңеге аудармаңыз. Тек қана бейуақытқа, мәңгілікке ұмтылыңыз. Бейтаныс нәрсеге көбірек көңіл бөлген сайын, соғұрлым жаңа өмірді өзіңізге құясыз. Сіздің санаңыздың бөлшектерден толқынға, материядан санаға өтуіне мүмкіндік беріңіз. Материалдықтан руханиға, кеңістік пен уақыттан бейуақыт пен бос әлемге, қабылданатын әлемнен сезімнен тыс әлемге, белгілі нәрседен белгісізге дейін назарыңызды аударыңыз. Ал егер сіз кванттық бақылаушы ретінде өзіңізді сезінсеңіз, онда сіздің ақылыңыз белгілі нәрсеге қайтарылады. Адамдарға, заттарға және сіздің әдеттегі үйреншікті жағдайларыңызға, денеңізге, ауруларыңызға, өз болмысыңыз бен эмоцияларыңызға, өткенге немесе болашаққа жай ғана терең түсініңіз. Сіз мүмкін емес нәрсені құрып жатырсыз. Және өз санаңызды қайта мүмкіндіктердің бос әлеміне бағыттаңыз. Ешкім болмаңыз.
тәнсіз, ештеңе, ешқайда, бейуақытта, бейтаныс әлемде барлық кванттық әрекеттердің материалдық емес саласына кіріңіз. Мәңгіліктің тұңғиығына. Сіз ықтималдықтар өрісінде неғұрлым көбірек түсінуге тырысыңыз. Соғұрлым сіздің өміріңізде көп мүмкіндіктер ашылады. Тек қазіргі уақытта болыңыз. Денеңізді босаңсыған осы қалыпта біраз ұстап тұрыңыз. Енді жинақталамыз. Санаймыз. 5, 4, 3, 2, 1. Көзіңізді ашыңыз. Рахмет. Арнаға жазылыңыз. Пікір қалдырыңыз. Сізге әрқашан бақыт пен махаббаттың үйлесімділігінде болуды тілеймін.